Сәлем достар, бүгін сіздермен қыстық өріктен жасалатын осындай дәмді компот жасайтын боламыз. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, қоңыраушығын басып кетіңіздер және лайк басуды да ұмытпаңыздар. Достар, мына жерде менде көп процесстер видео түспей қалды. Ең алдымен сіздер өріктерді алып, екі қайтара жуып, дәнегінен ажыратып, мясорубкадан өткізіп аласыздар. Менде шамамен 10 килограммдай өрік болғандықтан оның жартысына варенье жасадым, жартысына компот жасадым. Мясорубкадан өткен өрігімізді осылай ситадан өткізіп аламыз. Жақсылап тұрып, мынау қоюланып кетеді. Оны алып мен жартысын вареньеге қостым. Мынандай жаңағыдай 2 кесе қант салдым және шамамен 6-6,5 литрдай су қостым. Осылай қосып алып, жақсылап араластырып аласыздар. Бұны қайнағанша қайнатып аласыздар. Қайнап жатқан кезде жаңағыдай көбігі шығады. Бұның көбігін міндетті түрде алып тастайтын боласыздар. Осылай міне қайнап шықты менде. Банкамызды, жаңағыдай крышкамызды стерилизовать етіп аламыз. Мына жерде менің неге осылай банкіге құйып, толтырып, бетіне дейін құйып аламыз. Мына жерде менде легенге құйып істеген өте ыңғайлы болды. Қанша дегенмен жаңағыдай төгіледі, шашылады. Сол үшін легенді осылай астына қойып алсаңыздар болады. Мына жерде мен азырақ құйдым, кейінгі видеода көретін боласыздар. Жаңағыдай толтырып, банканы толтырып құйып жабатын боласыздар. Мына осылай банканы айналдырып жауып алатын боласыздар. Мінекей менің компотым дайын болды. Қыздар, жасап көріңіздер. Рецептеріңізді бөлісіңіздер. Отзывтарыңызды күтемін. Ас болсын. Сіздермен болған Фариза Шалқарқызы.